Баршаңызға сәлем, сіздермен Гүлсая. Бүгін сіздерге өте керемет жұмсақ болып шығатын, бір жасағаннан шығатын осындай керемет булочканың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, өз пікіріңізді қалдырыңыз. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу қажет. Бір ас қасық болатын қантымызды қосып, құрғақ аштығымызды қосып, және де кішкене тұзымызды салатын боламыз. Ең соңында 4 қасық немесе 5 қасық болатындай осылай ұнымызды қосатын боламыз. Мен шамамен 4 қасық қостым. Ендігі кезекте венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Ешқандай да түйіршік қалмайтындай, дәл осы видеодағыдай қоспа болуы қажет. Барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін бетін осылай пищевой пленкамен жақсылап жауып, жылы жерге 15-20 минутқа қалдырамыз. Бетін осындай сүлгімен жауып қоюды ұмытпаңыздар. Міне кемінде 20 минут уақыт өтті. 20 минут уақыт өткеннен кейін осылай бетін ашып, араластырған кезде осы қамырымыз біздің жайлап аши бастайды. Ендігі кезекте үстіне қалған қантымызды қосамыз, және де ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп қосамыз. Сол кезде бізде жақсы қамыр пышный болып шығатын болады. Ең алдымен осы қасықтың көмегімен осылай араластырып аламыз. Ұнымызды аз-аздан қосып, ең соңында қолыңызбен қысып, жақсылап тұрып, барлық ұндарды бірге араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырыңыз сәл-пәл ғана кішкене қаттылау болады, кейін ол көтеріле келе жұмсарады. Арасына осылай бір ас қасық сұйық майды ортасына қосып, осылай видеодағыдай жақсылап тұрып, шамамен 10 минуттай қамырдың иін қандыратын боламыз. Ендігі кезекте ыдысымызға салып, бетін жауып, 2 сағатқа ашытатын боламыз. 2 сағат менде өтті. 2 сағаттан кейін қамырымыз жақсы көтеріледі, өте жұмсақ болып шығады. Менде шамамен 2 сағаттай тұрды, жақсылап көтерілді. Осылай жұмсақ болғаннан кейін 2-ге бөліп, әрбір бөлікті тағы да кішкене бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Көз мөлшеріңізбен немесе сізде весовый болса, соны қолдансаңыз да болады. Мен осылай көз мөлшерімен бөліп, әрбір бөлікті осылай дөңгелетіп, бетін жауып қоюды ұмытпаңыздар. Енді қамырымызды осылай ұзынша етіп жайып аламыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай шетіне осылай варенье сгущенкамызды жаямыз. Және де бетін бері қарай қайырып, қолыңызбен кішкене ғана басып, осылай төменгі жағындағы қамырларды кішкене тағы да оқтаумен жайып аласыздар да, осылай кескіштің немесе пышақтың көмегімен осылай ұзын жолақтарға соңына дейін кесіп шығатын боласыздар. Барлығын кесіп шыққаннан кейін осылай төменге қарай орап шығатын боламыз. Осымен біздің булочкамыз дайын. Барлығын осылай жасап шығамыз. Ешқандай да қиындығы жоқ. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да бір мәрте көрсететін боламын. Анықтап, жақсылап қарап алыңыздар. Дәл осы булочканың рецебін төменде описание бөлімінде қалдыратын боламыз. Сол жерден қарай аласыздар. Және де менің каналымда тағы да 2 түрлі булочканың керемет рецебі бар. Сол рецептердің ссылкасын қалдыратын боламын. Дәл осы булочканың рецебі маған қатты ұнады, сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Барлығын осылай пергамент қағаздың үстіне қойып, бір жұмыртқаның сарысымен бір ас қасық сүтті араластырып, осылай бетіне әдемілеп жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүтті қосуды ұмытпаңыз. Бетіне өзіңіз қалаған күнжут немесе мак немесе қант сепсеңіз де болады. Мен қант септім және 180 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Мінекей менің булочкаларым пісті, өте әдемі, осылай қызарып, әдемі болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, иісі өте керемет және жұмсақ болып шығады. Бір жасағаннан шығатын осындай булочкаларды тек қана менің каналымнан таба аласыздар. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.